О жарғай, мүсіркеме сен мені. Мен күнәсіз қыз боламын. Сезімім бүтін, ақылым дұрыс. Бірақ мынау тіршілік иесі дүниесінен безінген жұдырықтай жүрегім кек пен қасіретке толы. Мен өзіме адам сияқтым. Басқаларға адам емес, адам бейілін тәубаға түсіретін мүгедекпін. Қарауылдың адамдары мені көрген сайын, мұны Алла тағала адамдар тәубасына келсін, қол аяғының саулығына, 12 мүшесінің дін амандығына шүкір етсін деп жаратқан дейді. Солай ма, жарығай? Мен саған ғана, сенің өзіңе ғана сенем. Тым болмағанда үмітімді сен ақтарсың. Сонда бұл жұрт нені айтады? Мен кіммін осы? Мәңгілік пе? Шынымен ақ мәңгілік өспей қалған бала кеп пе? Ләйла қыз сөйлеп отыр. Мылқауай дөңгелеп алыстап барады. Ләйланы да жерді де аймалап барады. Мен өз жасыма лайық қыз болғым келеді. Иә, менің де әп-әдемі, нәп-нәзік қыз болғым келеді. Ләйла жаңағы өзі жасырынып отырған қап-қараңғы терең сайдан жүгіріп шықты. Жасаурап, үкідей қадалған қыз көзіне сұп-сұлу, аппағай, үрке қашып бара жатқандай көрінді. Сол 8 жасар мәңгілік бала бейнеде өспей қатып қалған Ләйла тамыры адырайған егде қолдарын сермеп көкке көтерді. Ей, қашпа менен, қашпа, бәрібір сені тауып алам. Жасқандың ба? Сен де менен жеркенемісің? Сен де менен қорқамысың, жарығай? Ай барған сайын алыстап, сырғып барады. Мүгедек қызды да жырым-жырым болып айрылған жер бетінде менсінбей, қап-қараңғы түн серігін қолтықтап, толықсып, кергіп барады, ұзап барады. Ләйла қыз одан сайын дауыстап, қол бұлғап, айғайлап тұр. Ертеңде қайта оралшы. Ертеңде терең сайда кездесейік. Мен сені сонда күтем. Терең сайдан күтем, жарғай. Ең соңғы сөздерді айтқанда, иегі кемсеңдеп, жүрегі құрғыр алай-дүлей соғып, езіліп кетті.